Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ жазба мәдениетінің даму тарихы. Оқушылар, алдыңғы тақырыпта өткен жаңа сөздерді тағы бір еске түсіріп алыңдар. Сәйкестендір: сауыт, сия, төл, төте жазу, емле. Жазылым тапсырмасы, 7-ші тапсырма. Жазу ауыстыру қалай жүзеге асады деген тақырыпта өз ойларыңды қорытып жазыңдар. Өздік етістерді қолданыңдар. Өздік етіс дегеніміз, мінеки, возвратный залог. Осыны бір рет оқып алыңдар. Бағалау кестесіне назар аударайық. Жазу ауыстыру қалай жүзеге асады тақырыбына мәтін жазады 2 балл. Мәтінде өздік етістерді пайдаланады 2 балл. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Жазылым айтылым тапсырмасы 8-ші тапсырма. Әртүрлі дерек көзден ұлы адамдардың жазу тарихы мен мәдениеті туралы 3 қанатты сөзін тауып жаз. Мағынасын түсіндір. Бағалау кестесі: 1 қанатты сөз жазады 1 ұпай, 2 қанатты сөз жазады 1 ұпай, 3 қанатты сөз жазады 1 ұпай, мағынасын түсіндіреді 1 ұпай, сауатты жазады 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды, оқушылар. Сау болыңдар.